Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Сіздерге кезекті видео жасап жатырмын. Яғни онлайн мектеп, яғни білім класс.kz сайты болып өзгерді. Осы жерде мектепті басқару бөліміне өтеміз. Мектепті басқару бөліміне өткеннен кейін сіздерде қарасаңыздар оқу бағдарламалары және кесте деген тұрады. Кестеге өтіп, мен қазір көрсетейін бірінші жағдайда. Кестеге өтем. Бірінші мен 3-ші Б сыныбында қазір бір 2 пәнді құрдым. 3-ші Б сыныбында 2 пәнді құрдым. Жаңағыдай 2 пәннің қазақ тілі және математиканы. Ал қалған пәндер құрылған жоқ. Енді қарасаңыздар, аптаның 1-ші күні дейсіздер, немесе 2-ші аптаны ашайық. 2-ші аптаны ашайық. 4-нен басталады сабағымыз, дұрыс па? Бір күні сабақ енгізесіздер дағаны. Жалпы бір аптаны толтырып аласыздар. Толтырып болғаннан кейін кестені көшіру деп, қай аптаға көшіру керек, сол аптаға көшіресіздер. Бірме-бір. Так, плюс басамыз. Басқаннан кейін пән. Қазақ тілі, математика. Басқа пән көрініп тұрған жоқ. Ал енді басқа пәндер көріну үшін біз не істейміз? Басқа пәндер көріну үшін біз арнайы оқу бағдарламасына өтеміз. Мектепті басқару оқу бағдарламасына өтеміз. Оқу бағдарламасына өткеннен кейін бұл жерден 2023 оқу жылы және біз 3-ші жаңағы эксперименттегі сыныбында ашамыз. 3-ші Б сыныбын. Так, 3-ші Б сыныпқа мына стрелканы басып өттім. Қарасаңыздар, қазақ тілі мен математикасы ғана бар. Нақты сағат сандары қай кезде шығады екен? Бұл кестеге жарияланған кезде ғана шығады екен. Пәнді қосу деймін. Пәнді қосу деген екен, қарасаңыздар, пәндер, факультативтер деген тұрады. Сіздер егер негізгі пән болатын болса, негізгі пәнді көрсетесіздер мына жерден. Қай пән керек мысалы? Так, дүниетану өтетін шығар. Дүниетану дейміз. Дүниетану жиынтық бағалау түрі дейміз. Ол жиынтық бағалау немесе жарты жылдық болуы мүмкін. Жарты жылдық қандай жағдайда? Егер аптасына 1 сағат болатын болса, онда жарты жылдық дейміз. Аптасына 2 сағаттан ары қарай болатын болса, онда 90-на дейміз. Яғни жарты жылдық деп таңдайын. 3-ші сыныптар. Одан кейін табльде емтихан бар, жоқ дейміз. Табльде көрсету дейміз. Табльде пән, негізгі пән дейміз. Есепте көрсету дейміз. Жалпы жоспарлы сағат санын көрсетуге болады. Мына жерде аптасына 1 рет болатын болса 34 сағат деген сияқты. 34 сағат. Қосу батырмасын басамыз. Автоматты түрде дүниетану 34 сағат. Егер мынада қателік болатын болса, онда қаламшаны басып, қайта өзгерту жасап, сақтауға болады екен, өзгерту деп. Егер өңдейтін жағдай болатын болса, мен мысалы жарты жылдық емес, 90-на болатын болса, 90-да деп өңдейді екенбіз. Енді кестеге өтемін қайта. Сөйтемін дағына жаңағыдай 3-ші Б сыныбына кіремін. 3-ші Б сыныбына кіріп, мына жерде басатын болсам, яғни қарасаңыздар, дүниетану қосылды. Әр сынып бөлек оқу бағдарламасын жасайды екен. Неге? Солай жасалынады. Енді қараңыздар, 11 аға дейін ал. Мен оқу бағдарламасына математика, қазақ тілді қосып қойдым ғой. Бірақ ол 3-ші сыныпта қосылды. Сондықтан әрбір сынып жетекші өзінің сыныбында өтілетін пәндерді оқу бағдарламасынан осылай құруларыңыз керек екен. Оқу бағдарламасын бірінші құрып аласыздар. Одан кейін барып кестеге өтесіздер. Әйтпесе ол кестеден осылай сіздерге сұраныстағы сәйкес дерек табылмады деп шығып тұрады екен. Оқу бағдарламасында пәнді құрған кезде ол неше сағат, одан кейін қанша сағат өтіледі, жалпы сағат саны, барлығын есептеп, нақты көрсетіп жазыңыздар. Жалпы видео түсінікті болған болса, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.